Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қайырлы кеш, құрметті біздің YouTube оқырмандар. Әдеттегідей подкасттардың арасындағы супер подкаст тағы да жаңа қонақтармен сіздерді таныстыратын болады. Бізде бүгін қонақта Ануарбек мотиватор және де Бекжан Аю бауырымыз. Қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Бізге осыған дейін әртүрлі қонақтар келді. Бүгін бізге серьезно отыру керек. Себебі бұл жігіттермен көп әзілдесетін, жаңағы анау-мынау әңгімелерді көтеретін жігіттер емес. Басқа бәле тілден деген. Көп сөзге де жоқ, тек зік-зік сыпаттар болып қалуы мүмкін. Сондықтан да қош келдіңіздер жігіттер. Көргенімізге қуаныштымыз. Жалпы екеуіңізді бірге көріп, әркімнің өзінің көрермендері бар. Қазір елдің алдында жүрген, халықты шулатып жүрген жігіттердің өздеріңіз болып тұрсыздар. Сол толықтай танысу мақсатында сізге бірінші Ануарбек мырза мотиватор деген лақапатпен танылып кеттіңіз. Ол қашан мотиватор деген сөзді кім берді, қайдан алдыңыз, соның тарихын айтып кетсеңіз. Мотиватор деген лақапат негізі ученигім берді деп айтуға, мен дос баламда. Енді мен кеш бастадым да, өзім профессиональный жолда да. 37 жасында бастадым. Сосын енді мотивация ғой. Үлкендерге, который ерте қойып кеткен, жастарға қойын деп жүрген. 37 жасыңызда бастадыңыз да? 37 жасқа дейін спорттың қай саласында болдыңыз? Болмаса вообще спортқа қатысыңыз болған жоқ па? 37 жасынан бастап 37-ге дейін мен любительский бокспен айналыстым. Бокстан спорт шебері орындадым. 37 жасында ММА-дан жекпе-жек ұлттық спорты бар. Содан Кубок Қазақстан ұттым. Сосын ары уже 37-ден кейін кулачка номадтан бастадық да, профессиональныйден. Ой, 30-дан астық қой, біздерге спорт не керек деп жүрген жігіттерге действительно мотивация бірдеңе бастау ешқашан кеш емес. Сондықтан да 37-тен жасынан бастаса, Мұрат, қазір жасыңыз 39-да. 39-да. 2 жыл болған ба бастағаныңызға? 2 жыл болды ма? 2 жылдың ішінде. 2 жылдың ішінде. 20 жылдық нені ұрып тастаған ба? Ал енді Бекжан Аю бауырымызға келейік. Неліктен Аю? Мен білім, бала кезден бері сондай Аю дейді. Телосложениеге байланысты ма? Жоқ, ондай сен үлкен ағам бар еді. Бар, әлі бар. Бар еді. Соған боксқа барғанда Аю деді. Кейін мен бардым, младший Аю болып, қазір Аю болып қалдық қой содан. Младший Аю ғой демеген негізі. Иә. Младший Аю. Сонда старший Аю қайда? Старший Аю тренер. Старший Аю тренер. Младший. Средний Аю дейтін бар ма? Средний жоқ, одан старший бар. Қош келдің. Бекжан, өзіңізді жаңағы біздің Еркебұлан Тоқтар салды. Жай әшейін дайындықсыз жұмыс жасап жүрген жерінен келді де бойға кірісіп кетті деп. Сол рас қой, қаншалықты рас? Төбелесіп кетті ғой. Ең бірінші бой. Шынымен көрер? Көрер болып жұмыс істедім. Біраз адам біледі ғой, көрер болып істегенді. Әлі күнге не істеймін ғой, негізі. Әлі көрерсіз ба сонда? Бірақ машинамен да. Көтеріліп кеткен. Көтеріліп кеткен. Мамедпен емес. Сәл көтеріліп кеткен көрер болды. Самолетпен жүрдіңіз айтып? Жоқ. Самолетпен үстіне лақтып кететін ба? Сіз Ануарбек мырза, Ануарбек деп қалай, Ануарбек деп айтамыз әлі мотиватор ма? Қалай ыңғайсыз? Ануарбек деген дұрыс болды. Ануарбек мырза. Мотиватор деп жарысқа шыққанда айтады. Головкинге сен GGG демейсің ғой өмірде. Сол сияқты ғой, Ол кісімен кездесіп көрмедім, бірақ GGG деп айтады шығармын ол кісіге. Сіз өзіңізді былай треш-ток қой енді сіздің неңіз. Халыққа танымал болғаныңыз сол Қазақстанға треш-токты әкелген мен деп есептейсіз ба өзіңіз? Енді Қазақстанға треш-токты мен әкелмесем, мына жерде мен отырмаймын ғой, дұрыс па? Сен қазір өзің мойындап отырсың да. Соны шынайы келетін болсақ, треш-токты Қазақстанда шоу жасап, бойдың алдында жақсы разогрев жасап, кім жасап отыр олай? Ешкім жасап отқан жоқ та. Жасайтын еді сізге дейінді? Кімдер? Қуат Найманды көрген мен. Қуат Найман ол шоу жасамайды, ол деген перед бойым выход жасайды да. Мас киіп алып. Хороший выход делает. Көбі шатастырады да треш-токпен нені. Ол выходты мен де жасалам, сөйлемей.
Чисто выход жасайды киіммен, бою дерется, например, а он разогрев істемейді. Ана шоу дейтін не ғой? Шетелде мысалы Конор Макгрегор жасайды. Солай ғой? Иә, сурит та ол сурит. Сіз сонда Қазақстанның Конор Макгрегормын деп есептейсіз ба өзіңізді? Конор Макгрегор, он отдыхает, сөйтіп айтайын. Конечно. Қазақстан алып келші Конор Макгрегорды. Қазақша ешкім, оны түсінбейді ешкім дейсің. Конор Макгрегор отдыхает дейсіз бе? Конечно, отдыхает. Енді біз біреуге еліктеу деген жоқ қой. Мен өзім бір тұлғамын да, сен өзіңсің деген сияқты. Каждый по-своему. Енді көбі Макгрегорге ұқсастырады да мені. Бірақ мен өзім ұқсам келмейді оған. Мен өзім Ануарбекпін ба, мотиваторым ба, болды. Мен өзім трэш-тогым бар, өзім банағы разогревім бар, өзімнің бойға жолым бар да, болды. Енді бұл кісі трэш-тог жасап, бәрі білет. Жалпы, бой қарайтын адамдардың барлығы Ануарбек мырзаны жақсы таниды негізінде. Сізден трэш-тог мен чисто бойда көрсетем ғой, бұл үндемей келіп. төбелесем. Жұмыста жүріп тек жүгіріп келіп. Курьер болып жүрген кезде, айтпақшы, курьер демекші, 20 наурыздан бастап Қазақстанның барлық кинотеатрларында супер курьер фильмі жол тартады, соны тамашалауға шақырамыз. Сол супер курьер өмірде бар екен. Біздің қазір Аю мырза, Бекжан, супер курьер, потому что төбелеседі, бір жағынан жұмысын жасайды. Қиындықтар болды ма, қызықтар болды ма? Жоқ, менде бір сұрақ бар да, қандай курьерді серьез қабылдайтындар аз ғой қоғамда, негізі ше, андай жұмыс ретінде ма? Иә, жұмыс ретінде солай жаңағыдай айқайлап жібереді, ұрысып жібереді, сондай кезде бір ерегісіп қалған сәттер болды ма? Өте көп болды. Ұрынып қалғандар болды ма, тілінен тапқанда? Жоқ, енді аяқты по-любому ұрмайсың ғой. Көбісін залға шақырған. Бірақ ешқайсысы келмеді ғой. Ешқайсысы жүрмеді. Неге айқай шықты? Тамағын барғанша жеп қойдыңыз ба? Жоқ. Құттай бала сияқты нанға жібереді ғой, жартысын жеп келесің. Жоқ. Нема? Құрыштары ғой, құрыштары. Жоқ, мынандай болады ғой мысалы. Қазір ондай жоқ сияқты. Кешігіп бару болады ғой мысалы. По-любому мен жолда жүргеннен кейін мопед бұзылады. Техника ғой енді. Сондай моменттер болады, кешігіп барасың, 10-15 минут кешігіп барасың. Мен қарын ашалы деймін ғой сондай кезде. Үйде тамақ пісірмей ме? Ұрсады сол кезде. Яқ кешігіп келесің, анау сол. Енді әйел кісілер көбісі олармен ұрыспайсың. Былай жолда негізі қысып кетіп, ерегісіп қалу ондай көп болды. Әйел кісілерді залға шақырамыз. Жоқ, әйел кісілер шақырмай. Бүйтеді, еркектермен ерегісіп қалады ғой, залға шақырады. Әйелдерді сол жерден ұрып кетеді екен. Әйелдерді спальняға шақырады. Жігіттер спаррингке, әйелдер спаррингке. Жаман кетіші, тем более әйелі жоқ. Әйелі жоқ. Онда әйелімен ерегіссем екен деп тілейтін шығаршы дейді. Давай. Сіз курьер болып енді, Бекжан курьер болып танылды. Сіз оның алдында жаңа сұрақ қойылды ма, бұл сұрақ? Бұның алдында қандай жұмыспен айналыстыңыз? Бұлай, спорттан бөлек жұмыс кәсіп. Осы спорттан бұрын қандай жұмыспен айналыстыңыз сіз? Таксовый дейді. Тоже курьер ғой. Таксовый дейді. Әйел адам менің. Тоже курьер болған. Да, оны айтам. Не. Ол былай ғой. Бокстан тренер болдым мен. Бокстан тренер болып жүріп, походу енді төлесіп жүргесін, бәрін бірге алып жүре алмайсың да. Балаларға қарайсың ба, бұл жерде режим керек деген сияқты. Сосын таңертеңнен кешке дейін тренировать етесің. Қытай балаларды, содан кейін тренировка істеу керек болады да. Содан ағай бір-екі айдан кейін жарыстан шығып тұрады. Контракт деген сияқты. Уже дайындалу керек. Кешке тренировка барып істейтін желание жоқ қой андай жұмыстан кейін. Шаршайсың да. Сосын бокстан тренировка қойдық енді. Ол 37 жасқа дейін, значит, сіз спортта жүрдіңіз ғой, дұрыс па? Мен 37 жаста бастадым дегенге мен не о чем келіп, басқа сферада жүріп, мен 37 жаста бастадым. Жоқ, бұл кісі бокспен айналысқан ғой. Жоқ, бұған дейін бокстан кітап жазған. Мен боксистім ғой мен. Макс спорта, бокста. Жарысқа шығып, боксқа шығып. Бұл қойды да кейін 37-тен қайттан бастаған ғой. 37-тен бастаған. Сен екеуің орындарың ауыссыңдар. Екеуміз жүргізіңші. Теріскі жүргізіп жатсың ба? Не, медиа саласына келмес жаңағы кешегі курьерден бұрын бокс болмаса қандай спорт түрі болды? Боксмейк.
Бокс сол кішкентай кезден. Кішкентай кезден бокстан мастер спорта болдым, чемпион Азия болдым. 4 рет чемпион Қазақстан болдым. Мықты. Колледжде жүрген кезде тоже не уақыттар болып жатты ма дайындыққа? Колледжде ма? Жоқ. Мен прям қойып кеткен, просто анау заменаға шыға салғам ғой рухта. Вообще кеш төбелесіп кетші дегенге сөйтіп бара салғам ғой. Бара сал. Мопедпен барып, как положено, курьерский сумкамен барып, төбелесіп кеткен дальше жұмыс. Төбелесіп бір ұйықтатып. Сөйтіп кеткен ғой. Мастер спорталар көшеде ерегісіп қалып ұрса, олардың қолы суық қаруға жата ма? Жоқ, ыстық қару ғой. Ыстық қару ма? Негізінде бар ғой негізі. Спортшы түгілсі келмейді. Статья бар ғой. Статья бар, аха. Статья бар. Онда смело әңгіме айтып отыра берейік те? Жоқ, көшеде емессіз ғой. Көшеде емессіз. Бізде енді екеуіңіздің де қазір бір сала емес, өздеріңіздің жолдарыңызбен шулатып жатсыздар да. Қазіргі таңдағы. Бірақ біздің Ануарбек мырзаның айтары көп, халыққа әлі сұрақтар, бітпейтін сұрақтары көп болып жатыр. Ана кісімен бір ерегісіп қаласыз, мына кісімен бір ерегісіп қаласыз. Жалпы соның ішіндегі ең қазір не болып жатыр ғой? Хайпта қатты талқыға түсіп жатыр. Талқыға түсіп жатқан ол Мұхит Амантаев мырзамен. Қалай болып жатыр ол? Бой бола ма өзі? Вообще негізі бүкіл сұрақ деген ана шыбынға ғой, мұқаға ғой сұрақ. Шыбын деп еркелетем ғой мен. Неге? Мен қазір түсініп отырмын. Шыбын деп неге айтып жүр десем андай. Сөйтсем ана Мұхит мұға дейді ғой. Соған ба? Қазір соған екен. Соған сұрақ қою керек қой, өзіне қашан шығасың деп. Жоқ, біз дайынбыз деп қоймайды. Сізге ақша берем, шықса кел деп айтып отыр ғой. Ол мына мен халыққа түсіндіріп айтайын, тек сіздерге емес. Сөйтейікші. Халыққа түсіндіріп айтайын. 5 миллионды маған не үшін предлагать етті? Потому что мен видеода өздерің көрсеңдер, дұрыстап внимательно тыңдасаңдар, мен видеода айттым да, если бізде арамызда бой шықпаған жағдайда организация саған сұрап тұрған ешкім бар ғой, мэрсінді 30 миллионды бермеген жағдайда бізде бой болмаса вообще мен саған залға келем, ол айтады да, сен маған спаррингке кел деп тұр ғой, бой болмайды, камераны сөндіріп тастаймыз, сосын төбелесеміз дейді да, төбелесің келіп жатса дейді да, мен соған дайынмын дейді да. Или банағы 30 миллион, или мэрсті сұрап тұр да. Ол біліп тұр, мэрстің ақшасын ешкім оған бермейтін. И бойға шықпайтын, о да в душе біліп тұр да. Потому что ол бір жағынан ол қорқақ деп айта алмаймын енді. Жүрек жоқ емес, дайындық жоқ та, карьерасын ұтылысы келмейді да ол. Ұтылам деп, о да бір қорқыныш бар да. Ұтылып қалам деп. Сол үшін ол деген бойға шықпау, соны ойлап тұр ғой, бойға шықпауды ойлап тұр ғой, короче. И мына 5 миллион теңгені айтып кетейін, бой болмаған жағдайда, организация ақша бермеген жағдайда, екеумізге бой болмайтын болса, мен саған залға келем, мен саған дайынмын, камераны сөндір деп отырсың ба, камераны сөндірем, 5 миллионды маған бер, өзің қалтаңнан. Сосын екеуміз бесплатно төбелесіп тастаймыз. Сен менімен бесплатно төбелесесің, мен 5 миллионға, сенмен төбелесем без камеры. Сол жағдайда дедім 5 миллионды бересің деп. А организация шыққан жағдайда уже, конечно, уже за хорошие деньги төбелесесің да. Ода да подкастта айтты ғой, мен маған ақша қызық деп. Ақша қызық болғасын, ол мен подкастқа келіп отыр ғой. А Fight Nights жақсы организация, СНГ-да, российская организация бар ғой, Камиль Гаджиев беріп тұр. 10 миллион беріп тұр да, мотиваторға 10 миллион, Мұхитқа 10 миллион. А он не согласился. Қашып тұр да. А если вот мен, например, принципиально халық үшін шығып, мына бойды бәрі көрсі келіп тұр да. Резонанс болып кетті да. Именно шығып, төбелесіп, өзім өнерімді халық үшін көрсетіп, и при деньгах останусь, и по ходу бойға шығам. А халық көріп отыр да. А ол маған 10 миллион қызық емес дейді да. Қызық емес екен, ол, конечно, маған да қызық емес, если маған 30 миллион беретін болса да. Ол біліп тұр, 30 миллионды ешкім бермейді, 10 миллион беріп тұр, и мен тасташы, ол мен соревноваться етін ағылам, по-любому ұтылып қалам деп, ол қорқыныш бар да ол да. Сол үшін ұтылсам да, әйтеуір 30 миллион алып қалайын деген ой ғой. Енді оны сіз ойын ішіне кіріп шыққан жоқсыз ғой, ол. Жоқ, мен саған айтып отырмын. Ол өзінің бағасын білетін адам ғой. Енді бағасын біледі, менде де өзім бағам білемін.
менде де өзім бағам білемін. Маған, например, если он 30 миллион получает, маған 20 миллион берсін, и все, мен шығамын. И, соответственно, мен подписчикке қарап та, если олда 800 мың подписчик болса, менде одан аз подписчик. Мен жақсы бірдей алмақ қойын, төмен алайын. Если төмен алып, ол сәл жоғары алатын болса, бойға келсе бересіз. Конечно. 5-10-ға. Проблема жоқ. Енді Сізде қорқыныш жоқ па? Мен енді қорқыныш жоқ деп мен смело айта аламын, потому что мен действующий боец болғасын жастармен төлесіп жүрмін да мен. Кулачкаден төлесіп жүрмін, профтан, ММА бәріне шыға беремін да. Мен жұмысым да ол. А он уже 10-15 лет уже не дерется. Ода қорқыныш бар да. Білмеймін, Солай. сомнением бар, қорқыныш бар дегенге. білмеймін, жалпы вообще. Спортшы адам өзіне сеніп жүреді ғой. Негізі спортсмендерде біздер енді спортқа шықпағаннан кейін солай бойдың алдында қорқыныш бола ма? Қорқыныш болмайды. Настоящий боецтар, профессиональный боецтар шыға ма, например, IUW'да өзі никак адамнан қорқу деген болмау керек та. Жоқ, андай ғой. Волнение болады просто. Волноваться. Просто волнение қалай жасап ұтып шығу керек мынаны. Настрой дұрыс. Геймплан да, соны ойлайсың. Вдруг мына қисық кетіп қалмасын деп бар ғой геймплан. Именно мынадан қорқып тұрмын деген ондай болмайды ол. Жоқ, мысалы бізде сахнаға шығарда да көп алдында волнение болады, сол қорқыныш деген әңгіме. Қорқыныш емес, волнение басқа ол. Қобалжу. Сол сияқты қобалжу неғұрлым көп болса, кішкене адам өзін жоғалтып алады да негізі. Жүрек қатты соғады. Иә. Сосын бірақ жүрек қатты соғады ғой. Жүрек қатты соққаннан кейін дем бар ғой, адам жылдам шаршайды екен. Соны перебороть етіп, тоже психология да, ментальность ғой бәрі деген. Соны андай ғой, тоқтатып білу керек та. Жүректі қатты соғуды. Нормально деп деген сияқты. Тоқтатып білу керек соны. Аюда вообще жүрек соқпайды сияқты. Чо негізі бойға қондай. Бүйтіп бар. Волнениемен шыққан жақсы көремін ше андай. Мен сінбегеннен көріп. Кеше ана бірінші бойда волнениемен шықтың ба? Бірінші бойда жоқ, вообще андай. Білмеймін мен қандай. Жұмыс асығып тұрмын, болшы деді. Сондай сияқты болып кетті. Дастап суық болатын бір тың. Волнениемен шыққан дұрыс негізі. Өз ойымша. Бірақ волноваться еткен жоқсың иә біріншісінде. Қатты волнение. Настрой дұрыс болды да сол кезде. Мен сінбесең уже. Жоқ, мен сінбеу емес, ол мен сінбеуге болмайды. Сол болмайды. Легкий волнение болу керек. Иә. И қатты уверенностьте болмау керек та, и мен сінбеу керек та. Нейтралканы ұстау керек та. Үш эмоцияны бір жерде ұстау керек. Енді Ануарбек мырзаның жалпы гонорары бұл кісі жасырып жатқан жоқ. Халықтың алдында мынандай суммаға мынандай келісімдер спокойно, прозрачно жүргізіп жатыр да. Сіздің бір бойға гонорарыңыз қандай? Контрактпен айтылмайды ғой. Айтуға болмай ма? Контракт бойынша. Контракт бойынша. Мен контрактта жоқпын да. Сосын андай свободный агент. Техничный айтып Жалпы енді болмайды ғой сол. Онда басқа сұраққа көшейік. Жалпы қазір хайпта жүрсіздер енді жан жақты. Киноға шақыртулар бола ма? Мысалы, Макгрегор киноға түсті ғой. Сізді Макгрегормен теңестіріп жатырмын қайта-қайта. Сол Макгрегор киноға түсті. Сол сияқты сізді де шақырған. Енді осы подкасттан кейін шақыратын бар. Теп. Киноға жалпы. Бұлай жалпы актерство, жаңағы искусство, мысалы, талант бойда. Бұлай бар сияқты сізде. Ойнадылар мықты негізі. Со стороны виднее, мен білмеймін. Может, образ ба бұл? Бұл трэш-ток жасау образ ба? Мен негізі ешқандай образ жоқ. Мен қалай бар солай да өзім. Маған дұрыс сөйлесем ма, мен дұрыс сөйлесем. Если маған дұрыс емес жағынан естісе, ответ қыстайды. Ответ. Біз енді мен өзім Атыраудікімін. Атыраудан арамыз 5 жас ағамыз. Андай ғой. Жай сөйлеп тұрғанымыздың өзі кейде бір грубый сияқты болып тұрады. Бірақ өзімізге білінбейді. Мен кішкене андай менталитет сондай. Жұмсақ қылып сөйлеп отырмын ғой. Боксты негізі жұмсақ сөйлеп отыр, по идее. Ана ең біреулер ойлауы мүмкін, не қатайып отыр деген сияқты. Осылай сөйлейді. Білемін ғой, мен де Аралдікімін ғой. А? Бізде де сондай ғой. Мен неге сенің сұрағың жақпай отырмын? Аралдікі деп айта алмайсың да? Аралдықтан бері қарай кей. Қақтікіне ұқсаймын. Андай жұмсақсың да кішкене. Саған кішкене андай қылып еркектік қылып тәрбиелеу керек сияқты кішкене. Кішкене қатайту керек сияқты. Сомнение бар ма? Мерекеге айтып тұрсам тәрбиелесін деп. Жоқ, ол сырттай ғой, ол іштей қайдан білесіз, мен намысымды қайдан білесіз. Адамның сырты, келбеті, сөйлегені ішінен шығады да. Прическасы,
элементарный денесі бәрі сол бәрі келеді ғой. Не болды? Прическа не болыпты, прическа, боксерский прическа ғой. Өстіп алдық қой. Жаңа кино деген себебім, жаңа қайтадан тема жауап жатырық. Кино деген себебім 20 наурыздан бастап киноның атын айтыңызшы. Супер курьер. Біздің Аю Бекжанға тікелей қатысты десек. Жоқ, жерде не бар ма? Төбелес бар ма не біздің жерде? Бар ғой. Бой, сияқты. Боевик қой. Жоқ, Осы орайда көрсетші. Онда осы орайда, дәл осы орайда Сұрап отқан екен. сұрап отыр екен, қандай кино екенін көрсетейік. Самый справедливый судья нашей страны. Тимур, осы сен курьерсің бе, әлде есексің бе? Курьермін. Ал курьер болсам, онда неге заказдардың барлығын есек құсауға барасың, а? Тамақтасудың курьерін таяқ ма? Иә. Братан, екінші рет қайта Көтің болмайды. кішісі. Водить болып жұмыстан келемін. Айлығым жақсы болады. Сонда қызыңызды ары бері тасыйын ба? Иә. Арасында көмектесіп қасында жүр. Вдруг біреулер тесіп қалса қорға дегендей. Ача, біреулер тесіп қалуы мүмкін ба сонда? Жоқ, жалпы дегенім ғой. Отморозок дейсің ба? В натуре, брат. Иә. Аны даже паразит сені де алып қоятын сияқты. А что там насчет дочери этого судьи? Шеф, там возникли кое-какие проблемы, но мы их решим. Бастапқы бағасы $200 000. 500 тысяч долларов. Кто ты вообще? Военный? Мент? Курьер. Бір күні өсіп жүріп, бүрсел қылса өліп қалады шығарсың. Қалай сізге, сіздерге? Негізі не ғой, необычный не ғой, Қазақстанда жоқ қой, андай, қалай дейін, жанр да? Жанр бақа. Күшті, әдемі, именно Қазақстанға шынайы мынандай не жетпей жатыр да. Осындай кинолар жетпей жатыр, боевик, осындай экшндар, нелер деген сияқты. Основном енді бана махаббат бізде деген. Там бірдеме, там жүрек жарылып кетті, там бірдеме сондай ғой, комедия кілен. Сондай. Сосын андай бізде Қазақстанда основном не ғой андай бана баяғы заманның киноларын шығару деген сондай ғой көбі деген. Махаббатпен сондай не да. А мынандай не болған жоқ та. Бірінші рет Қазақстанға келіп тұрсың жалпы. Тем более Джеки Чанның стилінде да андай. Бұған негізінде көп қатты травма алды осы не кеште кинода. Сол сіздердің спорт саласындағы адамдарға әлі осындай киноға түсуге мүмкіндікті и жолы ашық. Сіз жаңағы актерский трэш-токтар жасап жатсыз ғой. Келесі киноларға мысалы ұсыныстар түсірсе қуана келісіп болады шығар. Рөліне жақсы келетін сияқты бұл. Антагонистердің рөліне ше. Қандай рөл? Антигерой, злодей. Злодей. Енді солай бар, может, біреу ол рөлді да біреу ойнау керек қой енді. Иә. Может, болып қалар. Сен киноға түспейсің. Сен ешкімді ұрмайтын сияқтысың. Бәрі жіберіп қоятын сияқты. Анау Джеки Чандағы топақ бала бар. Қатты өсетін ше. Жаңа кім ғой? Самохун. Енді Мопальма ма? Одан соң Ана бар үшін. кеше курьер болып жүріп әлі жасап жатсыздар ғой енді. Бойды кейін танып қалғандар болды ма? Көп болды. Көп болды ма? Анау суып қалса да, жарты желініп қалса да, алып қалады шығар. Ой, рахмет. Қарай жарты шоқ бітсең. Болады. Ой, аман жүр дек. Бұрынғыдай айқай азайған жоқ па деп жатқаның ба? Жоқ, кез вообще басқаша. Көзқарастар. Көзқарасы басқаша. Көп бөлек. Да. Артық мен бер жүріп отыр ғой. Красавчик. Енді жақын арада контракт жаңағы келіп жатыр ма? Жаңағы Мұхит Мырзадан басқа бойлар дайын тұр ма алдағы уақытта? Қандай жаңалықтар бар? Пока жоқ, контракт пока дайындалып отырық. Енді бір кулачка организациядан болып қала ма деп бір сыбыс бар да. Сайлаубек айтқандай, бір сыбыс бар. Сайлаубек деген біздің Атырауда құрметті азамат. Өзіміз танимыз. Тоже бір
VIP персона. Иә. Тек кулачка ма сізде, әлде ММА бола ма? Бәрі. ММА, кулачка. Енді қалай шығып қалады, солай ғой, календармен ғой бәрі. ММА-ға жалпы енді ішінде аяқ көтеру барлығы бар ғой. Енді бокста күрес. қана кулачка болғаннан кейін. Бокстан бөлек басқаларға неңіз қалай? Иә, былай бары жоқ қой, тренировка істейміз ММА-дан. Күрес бәрін алып жүреміз ғой бәрін. Бір күн бокс болса, келесі демалыс ММА деген сияқты. Осы аюдың, мен бұл сұрақты аюға да қойсаң күшті кетеді негізі. Аю жақсы победамен келе жатты да. Победный сериямен. Неше победамен келді? Келді да, 4-0 болып кеттің да? сонымен ММА-шікпен шығып, Қандай стильде? жамбасыңыз жер иіскегені бар. Күрес, ММА. Күрес болды ішінде, иә? Көзіңіздегі содан қалып қойған ба? Жоқ. Бұл кеше курьерде пицца суға келіп тұрсың қалса. Ол последний боймен. Ол последний бойдан болды. Содан кейін ММА-ды дамытам или болды ММА-мен шықпаймын дейтін қандай ой болды? Шығам, ММА-мен да шығам. Просто сол өзбекпен қазір рухта кулачкада. Алла қаласа 21-і. Арена ма или қалай? Жоқ, арена, закрыто. 20 наурыз супер курьер киносы шығады, ал 21 наурыз супер курьердің өзі 21 февраль. Февраль ғой. Кешірерсіздер, мен бұл ай қазір- танымаймын. Уже болып кетуі мүмкін бой. Иә, Бұл иә. сұхбат шығам дегенше. Жеңісіңіз құтты болсын. Романдырдың Әмин деші. Әмин. қатты тұрдың. Қатты тұру керек болып тұр. Енді осы да ұрасың ғой енді анау. Құдай қаласа. ММА-шік. Удар. Оның алдында мен көрген жоқпын, сіз сұрап отқаным ғой. Жеңіс қалай болды? Пачкан ба? Пачка ма? 2-1 болды. Аяқ бәрі қосылған қиындау болды. Көгерді ғой, аяқ. Бәрі көгерді ғой. ММА басқа да. Бокс, қол күрес қосқанда қиындау кішкене да. Сол қақақ сол. Бір күрескен деген шаршадым ғой. Сау ғой. Сізде, Ануарбек мырза, сізде болды ма? ММА-шікпен, ММА-де қалай жеңіске жеттіңіз ба, әлде жеңілдіңіз ба, шықтыңыз ба? Мен айтып отырмын ғой, бана жекпе-жек деген ұлттық спорт ММА. Мен Кубок Қазақстан ұттым. Призер Қазақстан болдым. Қазақстанда жекпе-жектен по мужикам. Онда қолда бар, күресте бар, бәрі бар да. Күресем мен де былай. Енді күшті күресем деп айтпаймын енді. Қазақстан ұттым әйтеуір по мужикам. Жекпе-жектен. Қазір 40-қа жақындап қалдыңыз. Карьера тоқтату не болып жатыр? Осы тревожный, бәрі айтады да, осы қашан қоясың, қояйын деп жүрсің ба деген сияқты. Білмеймін, пока денсаулық енді сыр беріп отқан жоқ. Пока жақсы. Себя хорошо чувствую. Сол мұхиттан кейін қоясыз ба? Мұхиттан кейін сен что-то аузың жаман, что-то көп сөйлеп жатсың сен. Жоқ, нормально сөйлеп отырмын. Саған бір нормальный шапаяқ керек болып тұрған сияқты что-то. Көрсеңізші жағдайыңызға қарап. Сомневать етсің ба? Жоқ, сомнение жоқ. Тыныш отыр онда. Болды аға. Мерекеге айтамын десе. Мен сен айтып қоямын. Осыдан кейін ешкім не жүргісі келмей ма? Осымен кешімізді аяқтаймыз деп аяқтағысы келіп тұр ма? Ертең алда уақытта осы курьерлықпен до конца, курьер компания бар ғой сізге қазір жасап жатқан. Бойдан кейін кішкене бір ақыңызды өсіріп, болмаса ондай жоқ. Спонсор болу дейтін. Жоқ. Именно не ма? Курьердік ма? Жоқ. Компания. Спонсорлар бар. Бірақ ол неден? Курьерский дейміз ғой, бөлік. Спонсор бөлік. Курьердікі ол вообще ғой. Онда жоқ қой. Яндекста ондай болмайды. Бірақ әйтеуір машинаға көтеріп кеттіңіз ғой, нормально. Енді ол төбелестен бүйтіп қойып. Жақсы, мына Еркебұлан мырза қарап. Еркебұлан өте жақсы көтерді ғой. Сол Еркебұлан салғаннан кейін уже Қазақстан тани бастады ғой, иә? Бүкіл Қазақстан. Көбінесе сіздің машина алғаныңыз дұрыс болды. Мопедпен жүрген кезде курьердің жаңағы жігіттеріне айтарымыз. Права жоқ, нарушение көп болады, ДТП жасайды, неге ондайсыздар? Жоқ, неге ондайсыздар? Ол жерде тек қана мопедистер емес қой жерде кінәлі. Ол жерде водительдер де кінәлі негізі. Тек водительден көре салған ба? Болды ма? ДТП болды ма сіздің кездеріңізден?
көп болды. ұстап алып бір айқай шуға ұласып кеткен Жоқ, ондай емес. Ондай деп емес, просто андай қысып кету, біреудің машинасын соғу, сондай болды. біреудің машинасын қысып кетсең брат, мынандай денемен сен қысып кететін шығарсың мопедпен қатып. Мені қысып кетеді ғой сол. Енді жалпы бір аюдай денелі курьер көрсеңдер әрі жүріңдер. Жоқ, қазір кобальтпен. Кобальт құтты болсын. Сол кешегі бойдан кейін алған машинаңыз ба? Аха. сол бойдан ба? Бойдан солай машина алуға жете ма ақша сонда? Жоқ, жинайсың ғой там бөлек жұмыстың бар, анау бар, мынау бар. Мен курьер, тренер и төбелеске шығамын. Тренерлік бар ма еще? Аха. Еще тренерлік бар. Мықты, бәріне қалай уақыт табасың? Короче, гонорар деген машинаға жетпейді түсіндіңдер ғой. Неше бойдан кейін жетеді деп сұраңдар. Неше бойдан кейін? Неше бойдан кейін сол Бір машина аламын. Бір 12 бой жеңілмесеңдер. ойбай 12 бой жеңілмесең ба? 12 ойдан кейін бір жоқсың ғой. 2 ойдан кейін қайтыс болдық қой. Ана курьердің жалпы жасап жатса әлі тастамай махаббат дейтін күшті болып тұр курьерге. Табыс қандай, жақсы ма? Айына қанша табады? Жақсы, анау контракт енді айтуға болмайды. Бұл да контракт. Бәрін Жоқ, контракт. күніне, короче, ерінбесең күніне бір 30 мың табасың. Ерінсең? Ерінсең дым таппайсың ғой. Ерінбесең өзі 30 мың теңге. 30 мың? Ол жақсы тауып тұр ғой. Миллиондай тауып тұр. Курьерді машина алса да тастамағанына қарағанда жақсы тауып тұр ғой курьерден. Ертең қатты бір Lexus соңғы маркамен. Әлі курьер ма? Комфорт плюсқа кіресің ғой. Комфорт бизнес. Киноға шақыртулар болып жатыр ма? Шақырады жоқ, құдай қаласа. Дей ма? Киноға шақырту болған жағдайда бойдан төмен бола ма бағасы? Бойға шығудан гонорары? Боймен бірдей болады. Бірдей бола ма? Жоқ, бойда жарақат алу қаупі бар. Жақта да бар дейді ғой. Бар дей ма? Бар дейді ғой. Еркебұланды көріп қой бір рет алған сол. Сондай болып қала ма деп қорқамын. Бойдан жаман дейді ғой. Травмасы ма? Моральный сияқты оған менше. Моральный шаршайтын жақсы ма? Жоқ, мынандай ғой, бойдан мысалы аласың, мысалы 6-9 ақ мен төбелеседі жасын. Бұл жақта енді күніге ғой съемка мысалы. Ал бойда не 10 минутта шығып. Енді оған дейін дайындық бар емес пе жүріп жүру? Әлі сіз дайындалмайды екенсіз ғой. Дайындалмайды қой. Еще каскадер болсаң кинода вообще ғой травма. Каскадерларға қиын. Андай кинолар ол действительно шынайы керек, үлкен жұмыс қой. Ол оңай емес ол. Курьер дейтін кино әбден сіздер түсуге лайықты кинолардың бірі. Айтпақшы супер курьер киносы 20 наурыздан бастап бүкіл Қазақстанның кинотеатрларында. Осы басты рөлін ойнаған Тимур Бақтыбаев осы кинодан жарақат алды. Басына әйнекпен ұрды ғой. Сол басына әйнек кіріп, қан болып, ағып, съемка дейтін бөлген тоқтаған. Тірі ма? Сыбыс бар дейді тірі деген. Жертвовать көрдің ба? Ол ойлап қарасаң, ол кісі деген халық үшін жертвовать етіп отыр да. Чтобы мына кино деген артында история қалдырып кетейін деп тұр да ол. Чтобы мына кино күшті халыққа ұнасын деген сияқты да. И өйтіп жертвовать ету деген үлкен дух қой ол деген, дух керек та. Мысалы бойға оралайық, комментарий қазір әлеуметтік желіде енді аюдың тақырыбына, адресіне ондай ешкім ештеңе жазып отқан жоқ пока. Ой, молодец, курьерден келді, да. Сіздікі не? Айтпас сөзді айтып хейттер көп болды. Бізде хейтерлар ауын болсын. Қалай қабылдап жатсыз? Хейтерлар бізді поддержать етіп, хейтерлар қайда? Любой қай камераға сөйлейін хейтерлармен общение. Маған айта беріңіз. Хейтерларға мұнда бір рахмет. Мені көтеріп, осылай комментарийда рейтинг көтеріп деген сияқты. Комментарийда жаза беріңдер. Мен даже оқытқан жоқпын, жігіттер, сразу дейін. Әйел адамдар бар ішінде деген. Көргенсіздер. Бірдеме деп боқтайды, анау, мұнау деп. Үйде отырасың, андай бір қызық айтайын да. Шай ішіп, тамақ ішіп отырмын да, ютуб қосып қоямын ғой. Шай ішіп отырмын, сен менімен шығасың ба, бірге бір, короче, шығып отыр енді. Ана уведомление келіп жатыр да. Сен гусь, сен тағы бірдеме, короче, әліп шығып отыр. Мен аны шай ішіп отырып, күлемін да ана. Сонда уведомление алып тайыншы деп бар ғой. И күн сайын бір комментарийлер келіп жатады, күн сайын ғой. 10 комментарийдан бірдеме. Ішінде бір мадис дейтін жоқ па ішінде? Бар енді, мынау шоуды түсінемін дейтіндер бар да. Шоуды түсінемін. Редко болып тұр бірақ. Мына қазір Қазақстанға осындай кино керек па десе, например, біз керек деп айтып отырдық та. Қазақстанға осындай трэш-ток, осындай шоу, осындай разогрев керек десе, например, мен соған дайынмын да. И мен соны қазақ еліне беріп тұрмын да, мына шоуды. Бір жағынан мойындау керек, шынайы изначально мен
өзім үшін өзімнің лицомды шығарып алу үшін жасадым да. Бір жағынан ары қарай менің өзім семьям үшін, чтобы менің балаларым ертең әкесімен гордиться етсін деп та. А дальше больше ойлап қарасаң, и походу мен халық үшін істеп жатырмын екен да. Мына шоуды да. И сол шоумен мен танымал болып жатырмын да. Действительно, кезінде енді біздің любой бала әкесін герой көреді ғой, батыр көреді. Сондай тұлғаны қалыптасып, ертең баласын есі келген кезде, қартайған кезде де, біздің әке дерсік болды, мені қара дейтіндей видеолар қалдырып жатыр ғой. Сондықтан да, брат, сенде трэш-ток бір нәрсе ұйымдастыр. Біз осы жетеміз. Бір видео бүйтіп түсірді, біреудің көрер болып, бетіне жағып. Мына жерде бала қалай түсінеді смотря деген сияқты ғой. Жаңа, мысалы, негізі спорттың жолы вообще қиын жол ғой. Ана тренировка жасап жатқанда сырттарыңыздан қарасақ күшті сияқты да. Бірақ режим керек, мысалы, ұйқың қанық болу керек, тамағыңның несі, рецептілері дұрыс болу керек деген сияқты. Мен өзім бывший спортсмен ретінде айтайын. Шынымен, ана ұйықтамасаң, мысалы қазір Ануарбек, брат, қазір неге кетейін отыр, тренировка кетейін отыр. Өзің жолдан келдің еще. Тренировканы всегда тастамау керек дейтін. Мен естіп едім, адам ұйқысы қанбаса, тамағы тоқ болмаса, тренировка жасаған жүрекке бір нагрузка деген сияқты. Жоқ, мен вообще осы Алматыға подкаст үшін келдім да. Қазір тренировка не үшін істейін жатырмын. Тренировка дегенде біреу маған енді былай тоже бір шағын боец бар да. Залына шақырып тұр да, бір спарринг жасайық деп. Боец емес ол? Жоқ, ол басқа ол. Басқа. Бір боец бар да. Сол возможностьты пайдаланып, ол Алматының баласы болғасын, мен оның залына кіріп, закрытый неде өзіміз спарринг жасап алып, сондай немен залға барайын деп тұрмын. Негізі мен вообще тренировка келген жоқпын. Осы подкаст түсіріп, демалып, ертең кетейін тұрмын да Астанаға. Қазір сонда бой болады ғой қазір сізде, иә? закрытый болады кішкене. Көрейік барып онда, қызық болады. 100 000 теңге кіру. Кел кішкене андай жүрегің тоқтап қалмаса, сен андай не істей алмайтын сияқтысың. Жүрегің нәзіксе қара алмайтын сияқтысың ондайлар. Мені басқаша ойлайды екенсің. Нәзік жанды. Мені басқаша ойлайды екенсің. Қолым еще беткең дейік кетсе. Ұйықтап қалса. Ұйықтап қалса? Осы сәтті пайдаланып біздің кешімізді демеуші болған Шок Номад Гриль желісі сіздерге келгендеріңіз үшін мына жерде арнайылап сертификат Шоктан ұсынамыз. Несі қайда бана? Рамкасы ма? Рамкасы бар еді. Жағдайларға байланысты рамка бөлінбей қалды ақшасы. Омыраға ма? Біздің бағдарламада Омыраға ма дейді. Біздің бағдарламада рамка жоқ. Мына не істейсің сонда бар? 10 000 теңге аламыз барып сонда? 10 000-ға жеп кетесің. Жеп кетесің. Алып кетуге болмайды. Брат, негізі сізге 10 000 аз болады, е? Өзің курьер болып жүресің ғой. Соғып кетсең болады, ара тұра бар. Енді дальнейшнем жаңа жоспарларыңызды білдік. Бүгін кешке спарринг болайын деп тұр. Құпия қылып айтсаңыз, кіммен спарринг жасайын деп жатсыз? Жоқ, ол танымал, ол айтпа деді да. Жоқ, мен андай, құпия андай, ММА-шік па? ММА-шік қой, ММА-шік. Да? Меніңше кім сияқты? Арман Ашим сияқты. Жоқ, ол не? Көп шақырып бір Арман екеуіңдеріңізде біразға дейін. Короче, бәрі задний беріп отыр ғой, короче. Арманда, Мұхитта бәрі задний беріп отыр. Бәрі. Точно олар ма задний беріп жатқан? Задний отыр түсі не? Жоқ, жалпы бәрі задний беру, бір адамнан бәрі задний беру мүмкін. Сен бүгінгі неде подкастта таяқ жеп кетесің, точно. Қазір уже келатыр соған бар ғой, жалап. Тілді қышты отыр. Не ғой, просто... Тіл ма, қол ма? Анау әзіл кеш қой, әзіл болды. Вопрос ответ қой мына жерде. Қазір қол кетеді содан кейін. Әлде әзіл түсінбейсіз ба? Әзіл енді айтатын адам бар, айтпайтын адам бар деген сияқты. Сен мына жерде әзіл айту үшін отырған жоқсың ғой, дұрыс па? Енді әзілдесіп еркін формат. Сен мына жерде подкастта отырсың, вопрос-ответ мына жерде деген болды ғой. А сен әзілдің ішінде сен андай әңгімең бар да, острый әңгімелерің бар да. Сол маған ұнамай тұр да просто. Әзілдің жарасы атаңмен ойна дейді. Атам ба, енді мен саған ата болмаймын ғой. Атам ма? Если сен далада осылай менімен әзілдесіп тұрсаң, енді мына жерде бана айтқандай точно ұйықтайсың да. Осы сен үшін тағы да отыру керек болады да. Енді алдағы уақытта барлықтарыңызға сәттілік тілейміз. Бұйырса кешкі бойға жеңіс тілейміз. Рахмет. Бір өкініштісі ұта ма, ұтыла ма білмейміз да.
ертең енді халық барлығы шулап отырған мұхит мырза мен Ануарбек мырзаның бойы болып тұр. Мен енді өзім жерлес болғаннан кейін өзіңізге жанкүйер боламын. Бұйырса не болса да жеңісті күндер көп болсын. Аю жан тұтқасын енді ештеңе дей алмай жатқан бар, өздерінің жалпы сырт көзбен мысалы өзінен сұрай берейік. Өзіне енді Ануарбек мырза уверенный да 100%. Мен талдырамын. Атырау қалама бана қазақ еліне бір жеңіс болады да. Мен уверен, что мен ұтатым да. Мұхит себе не уверен, сол үшін ол бойдан отказ беріп отыр да. Қазір ол ертең қарайды ғой ютубтан подкастта. Кішкене жиналып, докун жинап ал, Мұхит. Сосын давай көрсетейік қазақ еліне жақсы бой. Ертең жынданып кетіп, Мұхит мырза бәріміз дұрыс жүрмесін. Мыналар табар қасында деп. Бойға мен прогноз қалай? Кім жеңеді? Сен Мен өзім енді Ануарбек мырза. Мен енді шындыққа тура қарау керек қой. Сен прогноз айтпа қой сен. Ау? Прогноз айтпа қой. Мен прогноз айтам. Айтпа қой сен прогноз. Прогноз айтам. Сен прогнозны ясың, сен что-то Мұхиттың несі емессің ба? Інісі емессің ба? Жоқ, інісі емеспін, бірақ мен спортты түсінемін. Қараймын бокстарды. Солай мен білем, Мұхит жеңеді. Сені Мұхитты бірге қосып көтінді айыр жіберем. Түсіндің ба? Брадан сен бағанан бері жай сөйлесек. Не вот сомневаться. Қамты кетіп жатсың ғой.